Қасиетті Мекке қаласы қырғынға ұшырағанын білесіз бе? 1979 жылы 20 қарашада таң намазының уақытынан кейін қасиетті Әл-Харам мешітіне 300-ге жуық лаңкестер басып кіреді. Оның басшысы бұрынғы Саудияның ұлттық гвардиясының жауынгері Джухайман Әл-Отайби болады. Және сол Джухайман Әл-Отайби өзінің күйеу баласы Мұхаммад Әл-Кахтаниді Мағди, яғни құтқарушы деп жариялап, Саудия үкіметін құлатуға тырысады. Олар қару-жарақты табыттар арқылы және де қажылардың сөмкесіне салу арқылы кіргізеді. 15 күн бойы осы қасиетті Әл-Харам мешіті лаңкестердің қолында болады. Саудия үкіметі бұл лаңкестерге қарсы төтеп бере алмай, Франция елінен арнайы жасақ шақыртады. Операция барысында жүздеген адамдар қаза тауып, ақырында лаңкестер ұсталады. Лаңкестер Саудияның әрбір қалаларына бөлініп, халықтың алдында орталық алаңдарда өлім жазасына кесіледі. Бұл оқиға Сауд Арабиясының діни саясатын түбегейлі өзгертіп, радикализмнің күшеюіне жол ашты.